Саламатсыздар ма, құрметті пікірсайысшылар. Бүгінгі балалар үні көрсетілім дебат ойындарына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Үкімет Аманат фракциясы Нұрлан қызы Айнұр және Әбдіраманова Ақбота. Оппозиция Серпін фракциясы Сағат қызы Айзере және Сұлтанбай Аружан. Бірінші сөз кезегі үкімет лидері Нұрлан қызы Айнұрға беріледі. Уақыт сіз сөйлегеннен басталар, сізге сәттілік. Қайырлы құрметті қадірменді дебатшылар қауым. Мен Аманат дебат клубының негізін қалаушы, Аманат фракциясының бірінші спикері Сұлтанбек Айнұрға. Бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады дейді. Ең бірінші өз сөздің тақырыпты ашумен бастайтын болсам, дефиниция келтіретін болсам, бұл буллинг сөзінің, буллинг терминінің шығуы, бұл сөз ең алғаш ағылшын тіліндегі қорқыту, кемсіту, мазақ болу деген мағынадан шыққан болатын. Әрмен қарай ол 15 ғасырда сүйікті деген мағынада көптеп қолданылып, кейіннен 17 ғасырлардан бастап мағынасы теріс сипат алып, әлімжетті қорғаушы, жасаушы деген мәнге айналған. Ғылыми тұрғыдан қолданылуы бұл буллинг терминінің алғаш рет ғылым айналымға енгізген норвегиялық психолог Дан Олдоус. Яғни ол 1970-1980 жылдары мектептегі әлімжеттік мәселесін зерттеп, буллингті жүйелі түрде талдаған алғашқы ғалымдардың бірі болды. Оның 1993 жылы Bullying School, What's It Now and What We Can Do атты кітабы әлемдік деңгейде буллингке қарсы күрестің негізіне айналған болатын. Енді тақырыпты ашып болсам, мен әрмен қарай өзімнің кейсімді құрайын. Ең бірінші алған аргументі бұл профилактика, яғни алдын алу, буллингтің алдын алу. Бұның мақсаты буллингтің туындауына жол бермеу, яғни біз буллингтің туындауына жол бермеу үшін эмпатия, эмоцияны басқару, конфликт шешу, буллингтің зияны туралы интерактивті сабақтарды көптеп өткізетін боламыз. Бұның салдарынан не туындайды? Бұның салдарынан балдар өздерінің ойларын ашық жеткізе алатын болады, және де әлімжеттік көрсетіп жатқан жағдайда оны жүйелі түрде шеше алады. Әлімжеттікті жоюға да көптеп көмегін тигізеді деп айта аламыз. Одан кейін екінші аргументім ерте анықтау және де бақылау. Яғни мектепте қауіпті нүктелерді, дәріс, асхана, дәретхана деген секілді жерлерге бейне бақылау орнату және де соны жіті қадағалап отыру. Одан кейінгі үшінші аргументтен шұғыл әрекет ету тетігі, яғни жәбірленушіні қорғау, буллерді түзету, яғни жәбірленіп тұрған оқушыны қорғау арқылы сынып жетекшісі болмаса ата-анасы бұл жерде оны қорғауы керек. Яғни буллинг жайлы айтатын болсам, біздің қазіргі таңда мектептерде Қазақстандағы ЮНЕСКО-ның зерттеуі бойынша 53%, Қазақстанда 53% бала әрбір жыл сайын 2023 жылғы зерттеуге сүйене келе буллингке ұшырайды екен. Яғни оның 19% ғана көмек алған, ал қалғандары сол буллингті құрбаны болып жүр. Бұл нақты деректерге сәйкес алынған мәлімет. Яғни буллинг туралы тағы да сөз қозғайтын болсам, біздің мектебімізде жалпы білім беретін ұйымдарда буллингтің алдын алу үшін сауалнамалар жүргізіледі. Бірақтан да бізге бұл жерде аноним сауалнамаларды жүргізудің орнына балалармен жүйелі жұмыс жасау керек. Мысалы, дамыған мемлекеттерді алайық, ақш, Англия, Америка. Бұл дамыған мемлекеттерде әрбір мектепте, әрбір сыныпта бір жеке психологы болады. Қазақстанның мектептерінде әрі кетсе 3 психолог жұмыс жасайды. Бұның өзі буллингке туындаудың буллингтің көптеп болуының бір себебі деп айта аламыз. Одан кейінгі айтатын мәселе, біздің Қазақстанда көптеген жағдайларда осы буллингтің шешімін табамыз деп біз әрмен қарай өзімізді құрбан етіп алып жатамыз. Жалпы заң жүйесіне буллингке ұшыраған бала психологпен жұмыс жасайды деп ойлайсыз ба? Әрине. Сіздің дауысыңызда буллингке ұшыраған бала психологпен әлбетте жұмыс жасай алады. Неге? Себебі психолог ол баланың психикасын, оның өмірге деген көзқарасын өзгертетін мектептегі бір тұлға деп алатын болсақ, ал оқушы сол психологтың алдынан өтіп өзінің ойын, өзінің ішкі мақсаттарын еркін жеткізуге құқылы. Енді әрмен қарай өз сөзімді жалғайтын болсам, буллингтің ең жақсы шешімі бұл мектептердегі психологиялық тұрғыда
тұрғыда мектептердегі психологтардың санын көбейту. Яғни дамыған елдерде байқасаңыздар, әрбір отбасының өзінің жеке психологы болады. Енді әрбір отбасыға жеке психолог алыңыздар демеймін, дегенмен де мектепте психологпен көптеп жұмыс жасау, одан кейін балалардың шығармашылығын дамытуға, балаларды әлеуметтікке үйретпеуге арналған көптеген бағдарламаларды жүзеге асыру. Енді саны бар сапасы көптеген бағдарламалар бар, бірақ соның барлығын жалғай бермей, жаңашыл жобалармен балалардың көңілін басқаша тұрғыда алу. Сіздермен болған мен Айнұра Нұрғанқызы, назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, зиятсүйер қауым. Жалпы бізде бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Жалпы мен осы үкімет тарапына қарсылығымды білдіретін болсам, сіздер жаңа айтып отырсыздар, психолог, анонимді хабарламалар деген секілді. Бірақ олардың бізге қазіргі таңда ешқандай да керегі жоқ деп айтсам болады. Өйткені мысалы қарап отыратын болсақ, әрбір мектепте 500 мың одан да көп оқушылардан кездеседі. Ал қазіргі таңда бізде психологтардың саны өте аз. Бірақ өзіңіз де айтып кеткен болатынсыз, әрі кетсе 3 психолог, олардың барлығы осы 1500 оқушылардың бәріне қалай бірден бас-көз болып қарап отыра алады. Сол үшін де біз психологты тиімсіз шешім деп қабылдаймыз. Яғни бұл бізде балалардың өзін дамытуына кері әсерін тигізеді. Яғни бізде ауылдық мектептерде, яғни мысалы өзіміздің мектебімізде бір ғана психолог бар, оның бәрі де бірдей бізде оқушыларға жауап бере алмайды. Және де бұл бізде шұғыл буллингтің алдын алуына септігін тигізеді. Біз бұл жерде ұсынатынымыз мектепте басты тәртіп орнату, яғни тәрбие болса, Әл-Фараби атамыз айтады ғой, тәртіп бар жерде білім де бар деп. Яғни бұл тәртіп болған жерде бізде білім де болады. Яғни осы буллинг бізде көптеген балалардың психикасын бұзады және психологиялық тұрғыда оны сындырады. Сол үшін де біз буллингтің алдын алу үшін жаңағыдай бейне бақылау емес, арнайы бір қор құрып, соған байланысты оқушыларды жұмысқа кіргізуіміз керек. Яғни жаңағыда мен сіздерге сұрақ қойған болатын, яғни буллингке ұшыраған бала психологпен жұмыс жасай ала ма деп, соған сіз иә деп жауап берген болатынсыз. Бұған біз келіспейміз, өйткені психолог әрқайсысы, мысалы, әр баланың әрқайсысына бар, сен буллингке ұшырадың ба, сенің жағдайың қалай деп сұрап отыра алады деп мен мысалы оған келісе алмаймын. Өйткені психологтың өзінің жұмысы бар, мысалы, таңғы 10-нан басталса, кешкі 6-ға дейін ол бүкілінде осы оқушылармен жұмыс жасай алмайды. Өйткені оның басқа да жұмыстары бар, мысалы, қазіргі таңда алынып жатқан анонимді хабарламалар, олардың өзі де алынып жатқанның өзінде де бізге ешқандай да пайдасын тигізіп жатқан жоқ. Тек қана ол жаңағыдай алынды ма, алынба деген секілді хабарлама келтіріп отыр. Яғни біздер үкімет сіздер идеалды бір жоспар ұсынып отырған шығарсыздар, бірақ бұл нәрселердің бәрі бізге іске аспайды. Яғни бұл мектеп бағдарламасында тиімсіз деп айтсақ болады. Ал бізде осы оппозиция тарапынан бұл бізде қатаң ережені нақты бір тәртіп белгілену керек деп есептейміз. Яғни бізде буллинг жасаған оқушылар арнайы бір жауапкершілікке тартылып, бұл басқаларға сабақ болады деп есептейміз. Яғни көшеде мысалы кетіп бара жатқан балалардың бір-біріне жасап жатқан буллингін көретін болса, оны арнайы буллингпен айналысатын мамандарға апарып, сол арқылы соларды біз жұмыс жасауымыз керек, және де соны көрген балаларды екінші рет қабылдамайды. Екінші рет жасамайтындай